Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар, шәкірт онлайн мектебі, сендермен мен Аяулым Нышанбайқызы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз балалар, қазақтың бұлбұлы деп аталады. Сабағымыздың мақсаты мәтінді бөліктерге бөліп, әр бөлікке ат қоясың. Опера туралы не білесің? Топтастыру жұмысын жаса. Опера дегеніміз не екен балалар? Адамдар үлкен дауыспен, оны көптеген адамдар айта алмайды, арнайы адамдар ғана айтады. Үлкен дауыспен ұзақ жететін дауыстары. Сол кісілер опера айтады. Опера және балет театры дегенде опера айтылады, және де балет билері биленеді екен. Мәтінді түсініп оқы. Күләш. Күләштің өнерді қастерлеп, ән күйге әуес болып өсуінде белгілі бір заңдылықта жоқ емес. Әкесі жасын әжептәуір әнші болған сер адам. Кезінде әйгілі Әсетпен, Балуан Шолақпен бірге де жүріпті. Бір ағасы Манарбектің әншілігі анау. Айтбек ағасы да әнді әдемі салатын. Сырнайға қосылып айтатын. Осындай ортада өсіп тәрбие алған Күләш өнерге жақын жүрмей қайтсын. Күләш табиғатында ашық жарқын, көңілді жүретін адам еді. Титтей нәрсеге бола қуана салатын, оны қуанту оңайдың оңай еді. Ренже қалса, реніші көпке ұзамайтын. Кек сақтап, қатып қалу дегенді білмейтін. Таланты қандай жарқын болса, мінезі де сондай жарқын жан болатын. Қазақта өнер адамдарына баға бергенде арқасы бар екен деп жатады. Сірә. Сол пікір әркімнің қолынан келе бермейтін, адам түсінігі жете бермейтін шеберлік көрсеткендерге айтылатын болу керек. Әншейіндегі өзің сияқты адамның өзгеріп кеткенін көргенде, еріксіз солай дейді екенсің. Күләштің Қыз жібекті ойнағанын көргенде нағыз арқасы бар адам екенін білдім. Күләш емес, Қыз жібектің өзі келіп ойнап жатқан секілді. Өз қимылы өзіне таныс, өз әні өз даусына сай, бәрі өзінің туғалы істеп келе жатқан әдеттегі істері тәрізді. Бүкіл сахнаны өзі биледі де кетті. 1936 жылы Мәскеуде өткен қазақ өнерінің алғашқы 10 күндігі Күләшті жаңа қырынан танытты. Содан былай қазақтың бұлбұлы деген атты Күләшқа бәріміз сүйсіне қарайтатын болдық. Оның шын бұлбұл екендігіне елдің көзі де жетті. Бұлбұл екендігіне Күләш та көзімізді жеткізді дейді Қанабек Байсейітов. Күләш Байсейітова, Қанабек Байсейітов. Ол кісінің бауыры болуы керек. Мәтіннің естелікке құрылғанын дәйекте. Қалай дәйектейміз? Мәтін естелік, өйткені Қанабек Байсейітов арқылы бізге Күләш Байсейітованың басынан өткен жайлары жетіп отыр. Демек, ол бір адамның басынан өткен, ол естелік болып қалады екен. Берілген сурет пен сөздердің байланысын анықта. Жасын дегеніміз кім? Күләштің әкесі, Қыз жібек дегеніміз Күләштің сомдаған рөлі. Қазақтың бұлбұлы Күләшқа сай, теңеу десек болады. Айтбек және Манарбек деген кім екен балалар? Оқимыз, табамыз, жарай ма? Мәтін оқиғасына құрылған жоспарды рет санмен сәйкестендір. Өз қалауыңша мәтін бөліктерін әңгімеле. Бірінші болады балалар қазақтың бұлбұлы, одан кейін жарқын мінезді отбасы өнегесі сахна шебері. Қазақтың бұлбұлы айтады, Күләш Байсейітова туралы айтқан кезде, өнер адамдарына келген кезде арқасы бар деп айтады ғой сірә. Демек, ол көптеген адамдардың істей алмайтын нәрсесін істей алады ғой, онда ол арқасы бар деп айтуға болады. Және де Күләш Байсейітова көп ренжімейтін, өте болмашы нәрсеге қуанатын, жарқын, ашық мінезді қыз екен, қыз болған екен деп айтасыңдар. Және де Күләш Байсейітова Қыз жібек рөлін сомдаған екен, өзінің дауысы да өзіне сай, қимылы да өзіне сай екен. Осы мәтінге өзің қандай жоспар құрар едің? Бірінші Күләштің отбасы жайлы айтамыз, екінші Күләштің өзі жайлы, үшінші Күләштің шығармашылығы жайлы, Қыз жібектің рөлін сомдағаны жайлы, тағы да басқалары.
Бұл сабақтан үйрендім, Күләш Байсейітова апамыз туралы білдік. Күләш Байсейітова қазақтың бұлбұлы егіне балалар әнді де, бейді де жақсылап тұрып сайрап билей біледі екен. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау, сәлеметте болыңдар.